Қыздар, біздер қазір логотиптің 3-ші түрін жасап үйренеміз. Ол үшін біздерге ендігі программамен, енді біздер мына Pixar программасымен жасаймыз. Бұл логотип жеке бренд қалыптастырушыларға арналған, өзінің фотосын қоятын қыздарға арналған логотип. Егер сіз магазин емес, жеке брендіңіз, атыңыз бен фамилияңызды, мысалы бізде мынандай логотип шығады. Ойына рекламаны. Мынандай логотип, мысалы, бұл жеке бренд қалыптастырушылардың логотиптері, өзінің фотолары. Ол үшін біздер мында кіріп, осы жерден бір фото алып келеміз. Мысалы, осы қызды көрсете берейін. Осы қыз, мысалы, менің фотом. Осы фотоны мен логотип етіп, өзімнің фоныма қою үшін вырезать деп тұр. Төменде қайшының суреті, соны басып, человек деп мына қызды мен кесіп аламын. Кесіп алдым, енді сохранить деймін. Сохранить. Сохранить дедік, енді мына жерде төменде тағы тұр, сохранить дегенді басып, загрузить фото деп өзіміздің телефонымызға сақтап аламыз. Енді готово. Енді бұл фотоны мына жерден плюсик басып, осы программадан шықпай, осы Pixar'пен жасап шығарамыз. Енді бізге фон керек. Ол үшін жерден поисктен однотонный фон деп іздейміз. Фонымыздың цветі біздің осындай болу керек, однотонный. Қызыл ма қызыл, көк па көк, сары ма сары. Егер киіміңіз ақ болса, фоныңыз көк немесе басқа темный цветте болу керек. Егер киіміңіз темный болатын болса, осындай светлый, мынандай молочный деген сияқты цветте болу керек. Біздің қыздың цветі светлый болғандықтан біздер қандай цвет аламыз? Жаңағы, например, мен қызыл алыппын. Енді мен сіздерге мына цветте көрсетейін. Бұл цвет әдемі шығып кететін сияқты да. Жақсы, басқа фиолетовый сияқты. Бана қызыл цвет әдемі де, негізі осы қызыл цветте көрсете берейінші. Осы красный фонды алдық. Енді осы жерге міне астынан төмен түспей жылжытсаңыздар, добавить фото деген тұрады. Соған кіріп, жаңағы кесіп алған қызымызды алып келеміз. Добавить дейміз. Міне фоны кесілген қызды осы жерге қоямыз. Қойдық, енді готовыны басамыз. Қызымызды кішкене үлкейтіп аламыз. Жоқ, дұрыс болмай қалды, бұлдырап кетті. Қайтадан қоямыз фотоны. Қызымызды үлкейтеміз кішкене, анық болу керек. Бізде фотомыздың беті бұлдыр болмау керек. Және де бұл логотипте қасыңызда ешқандай адам болмау керек. Тек өзіңіздің ғана фотоңызды қоясыздар. Готово. Енді төменде мына жерде екінші тұрған инструмент дегенге кіріп, инструменттің ішіне по форма деп тұр, үшіншісі. Соның мына кругпен кесіп аламыз бұл қызды. Бізде сонда міне телефон керек емес, қыздың мына жерде логотипте басты адамның басы көріну керек, және иығынан шейін көріну керек. Кеудесі особо керек емес. Осылай, даже қолда керек емес бізге. Сондықтан кішкене жоғары көтерейік. Мына осылай кесіп алдық. Даже бұлай да алуға болады. Мына стрелкамен сохранить деп. Далее. Сохранить деп сақтап аламыз. Біздің логотипіміз дайын болды. Мына жерден пример ретінде салып қойғаным. Сіздерге тағы көрсетейін. Изменить. Выбрать из галереи. Мына кішкене светлый фон алған екенбіз. Мына қызды алып, мына ақ сызық көрінбес үшін бүйтіп кішкене берғай жақындатамыз. Міне, біздің логотипіміз дайын. Бұл логотип осындай сетевой маркетингпен айналысатындарға, және де SMM маманы, сату мамандарына осындай өздерінің фотоларын қояды көбіне. Фотоларын қоймайтын адамдар банандай логотип жасауға болады. Аты мен жөнімен, мысалы, Айнұр Омашова АО деген сияқты логотип жасауға болады. Бірақ фотосын қоятындар осылай өзінің жеке фотосын қойып алады. Егер сіз сетевой айналысатын болсаңыз, ешқашан мынандай фабриктің фотоларын фоныңызға қоймаңыз. Себебі ол сіздің
жеке неңіз емес, бренд емес те, сіздің неңіз емес те, ол просто сіз оның несі сатушысы есептелесіз де. Сондықтан сіз бұл жерде фаворит емес, бастысы өзіңіздің брендіңізді қалыптастыруыңыз. Жеке брендіңіз ол сіздің аты жөніңіз. Осы логотипті жасап көріңіздер.